Өңірімізде облыс әкімі Ерік Сұлтановтың бастамасы бойынша аулалар мен мектеп жандарынан футбол алаңдарын құру ісі қызу жалғасып жатыр. Осы жолы Жамбыл көшесі 290 мекен жайындағы көп қабатты үйдің жанынан жаңадан футбол алаңқайы пайдалануға берілді. Енді жастардың спортпен шұғылданатын сүйікті орнына айналады деген қала әкімінің орынбасары Елена Балло жас жеткіншектерді алаңның ашылуымен құттықтады. Ал аталмыш алаңды тұрғызуға көмек көрсеткен Мюльсервис серіктестігі 200 мың теңге көлеміндегі жұмыстарды атқарғанын айтады. И вот, в частности, выделили вот этот участок спортивной площадки. То есть мы за свои средства купили песок, наняли каток, чтобы укатать все, прежде чем вот это покрытие сделать. Нужно было сначала выровнять все, спланировать, засыпать песком, укатать, а потом уже вот это поле накладывать. То есть, вот это искусственное на эти материалы. То есть мы вложили часть своих средств, то есть проявили спонсорскую помощь. Футбол алаңының ашылғанына жас жеткіншектер ғана емес, көп қабатты үй тұрғындары да разы. Өйткені балаларымыз енді көше кезіп жүрмей спортты жанына серік ететіндеріне сенімдіміз дейді. Да, действительно сделали. Ребята довольны очень. Все Балдырғандарымыз қуанышты, енді өтініштеріміз аяқсыз қалмайтынына сеніп отырмыз. Өйткені бұл туралы қала әкіміне өткен кездесулердің бірінде ғана айтқан едік. Тұрғындардың атынан қала басшылығына алғыс айтамын. Очень приятно, хочется сказать большое спасибо. Облыс әкіміне, қала басшысына, балаларға алаң жасаған үшін рахмет. Енді балдырғандар осы жерде асыр салып доп теуіп ойнайтынына қуаныштымын. Дәл осы сынды футбол алаңы жаңа оқу жылының басталуында нөмірі 5-ші орта мектеп маңынан ашылды. Заманауи дәрежеде салынған алаңқай енді мектеп оқушыларына дене шынықтыру сабақтарын тиімді өткізуге жақсы болады дейді. Сонымен бірге бұл алаңда Новая және Ғабит Мүсірепов көшелерінің қиылысындағы үйлердің балдырғандарда келуі мүмкіндік бар дейді. Айта кету керек, футбол алаңын салуға байланысты мамыр айында жергілікті тұрғындар қала басшысы Марат Тасмағамбетовке өтініш жасаған еді. Енді көп күттірмей пайдалануға берілгеніне тұрғындар қуанышты. Значит, сейчас наши дети очень довольны. Значит, что такое сделают площадку, и они, значит, сейчас мы создаем две команды. Сейчас, значит, будем, значит, проводить, значит, игры, соревнования будет. Бүгін бірінші сабақ күні біз футбол ойнауға шыққанбыз. Осындай футбол алаңы бар екен білмегем. Енді кеше келсем бар екен. Кеше ойнадық, өте күшті. Қала әкіміне көп рахмет. Ал ақжағалылардың сөзінше, облыс әкімінің тапсырмасы бойынша алдағы уақытта да аулаларды көріктендіру мен жазда футбол алаңдарын, ал қыс мезгілінде хоккей корттарын ашу жұмысы жалғасатын болады.